Сәлем достар, бүгінгі видеода Excel'дегі тұтас бір кестені басқа бетке қалай ауыстырамыз, болмаса кестелердің орнын қалай ауыстырамыз, сол жайлы болмақ. Мысал айтқанда, дәл осы кестені біз жаңа бір кестеге ауыстыруымыз қажет. Ол үшін енді пайдаланып жүрген адам былай жасауы. Жаңадан лист ашады және осы кестені бүйтіп әрбір кестені копировать етіп мына жаққа қойып жатудың мүлдем қажеті жоқ. Оны ең оңай жолы былай. Мына жерде листтің аты, есімі жазылып тұрған жерге мышканың оң жағын басып, переместить или скопировать таңбасын таңдаймыз. Мысалы, дәл осы кестенің копиясы керек болса, яғни көшірмесі, создать копию дегенді басамыз. Окей десек, дәл мына екі бірдей кесте тек дәлме-дәл копиясы жасалынды. Немесе бұл мына төртінші кестеміз біздің алтыншы кестенің алдында тұру үшін, мысалы, біз қалай жылжытамыз? Оны мышканың оң жағымен басамыз, переместить или скопировать таңбасын басамыз, және жаңағы алтыншы листтің алдында дедік па? Бұлай қоямыз. Мінекей, мынау алтыншы листтің алдында тұра қалды. Осындай кішкентай болсын сіздерге көмектессе, видеоға лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Әлі алдағы видеоларда Excel'дің оңай және қиын формулалар жайлы көрсетеміз. Рахмет.